Сәлем достар, сіздермен бірге мен Боташка ASMR. Бүгін бізде сладости, көріп тұрғандарыңыздай, уже жаңа жыл жақындап келе жатыр. Уже бүгін 29-ы, 2 күннен кейін жаңа жыл. Бізде M&M's, арахиспен бұл, бізде мармелад, Барни, сэндвичи бисквитный, но мен қандай да жеп көрген жоқпын, бүгін көретін боламыз. И бізде Барни кәдімгі болашылған. И бізде Мамбо, мармеладтармен. Но мармелад емес, андай как сақ сияқты. И бізде мандарин. Біз бастаймыз біріншіден. Бұл нәрселерді мен қақтан алдым. Бұл нәрселерді бізге папа келді жұмысынан, арнайы бізге отбасылық сыйлық ретінде. Семейный подарок. Орысша айтқанда. Негізі бұларды кеше келген, но бірақ арасынан түртіп жеп жатырмық. Андай японский панкейктер болады, дәл сондай түрі. Барни, но бірақ как бисквит түрінде, сэндвич түрінде. Ішінде шоколад түйіршіктері бар. Прям күшті. Шай болса, өте қатты күшті кететін. Но менде су. Оказывается, да, я хочу. Как важно здесь хорошо. Мен мынаны дәм көріңіздер. Болмайды. Там ішінде шоколад бар. И снизка. Мандарин там пошел. Прям майдасын сосын осындай аламын. Көрінді.
Бүгін бізде почти сессия бітіп қалды. Бір сессия ғана қалды. Бүгін ботаникадан болды. 90 алдым. 90 деген 5. Но бірақ мен төртке кеттім. Сессиядан да 5 алдым. 2 РКМнан да 5 алғанмын. Но төртке кеттім. Бізде уже РК бәрі бітті. Слава Богу. Бізден только орыстылығын алдым. 5 январь болады. Жаңа жыл өтіп бітіп болған соң барып қойды. Одан кейін біз демалысқа шығамыз. Бірінші семестрдің. И 24-ші январьда қайтып сабаққа келеміз. Почти 20 күндей демаламыз. Біздің негізінде каникул 19 декабрь. Дәл сол күні шығу керек. Но бізде сессиялар болды. Сол сессияларға ғана барып жүрдік. Но онда ешқандай сабаққа барған жоқпыз. Прям ешқандай сабаққа алып бармадық. Мындай, бірақ мен қатты жақсы көремін мындай. Шоколадын жақсы көремін. Но арахис. Менде жаңа жылда өте жоспарлар өте көп. Жаңа жылда не болып жатқанын, қалай болатынын, қалай өтетінін бәрін түсіргім келеді. Оқып. Покупкалар. Уже біз жайлап алып жатырық. Негізінде мама әкеліп жатыр күніне. И соны түсіретін боламын. Әрбірде шоколадқа жетпейді. Dan bizde mamba. Fantastic, yeah. Fantastic, bombastic, yeah. Айтпақшы, менің лампам істеді. Көріп тұрғандарыңызда
мармеладты қатты жақсы көремін. Ой, бір жасыл түсірді. Енді вкусный шоуларды алып дарамы көріп жүрсем өте күшті. Біздің де бармен ол жартысы ашылған. Барлықтарыңыз білетін шығар, бұндай барменде бала кезімізден бастап почти оны кем дегенде 3-4 класста ма жақсы көретін болсын, неше прям. Бірақ бұның да маған шоколадный ұнайды. Прям мынау екеуінің дәмі бірдей почти. Бірақ пішіндері әртүрлі. Бірақ варенкамен, вареный сгущенкамен. Екеуімен салыстыратын болсақ, мынау лучше. Вареный сгущенкамен блинныйға жеген прям күшті. Айта кететіндей, барлығы айтып жатады, типа тәтті көп жей берме, бетің шығып кетеді. Но одай емес, мен тәттіні вообще аз жеймін. Маған бірақ ащы тағамдар қатты ұнайды. Одан қасында мысалы роллтон, рамион, чипсы, сонда кола, солар ішкен ұнайды. Бірақ мынандайларды мен только видео үшін ғана. Анда-санда жейсің ғой енді. Бірақ бұлардан кейін бірден ащы нәрсе жегенді қалап тұрасың. Маған бірақ мынау қатты ұнады. Ал маған кәдімгідей жей бергім келетін нәрселер, мысалы мармелад болады. Осындайлар мен жақсы көремін. Ал мысалы тәтті жей берсем, мен уже одан жалығып кетемін. Бар ғой біреулер, қанша не істесе де жалықса да жей береді. Олар тәттіні жақсы көреді. Әсіресе фастфуд, прям пицца. И тәттілерде мысалы болады ғой, пипа дегендерді мен бір көзімнен артық жей алмайтын шығармын. Өйткені адамның организмі только бірінші тәтті жегеннен кейін ащыны қалап тұрады, или ащы жегеннен кейін тәтті, сондай. Дәл сондай. Андай қатты екеуін де прям қатты жақсы көрмеймін, но бірақ
побольше ашыны. Ой. Қайшыны құлады. Сіздерге келе жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық, отбасыңызға амандық тілеймін. Тек қана бақытты болыңыздар жаңа жылда. Жаңа табыстарға жете беріңіздер. Әрдайым армандаған армандарыңыз орындала берсін. Тек менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, жақсы комментарий жазып кетіңіздер. Всем пока.